Кадырменди ауыл тұрғындары, бүгінде ауылдық мәдениет үйі және ауылдық кітапханасының Instagram желісіне тікелей эфирге қосылып жатқан көрермендер. Қаншама ана перзентінен, сүйікті жар мен баланы күйеуі мен әкесінен айырылды. Бұл сандарды дөп басып айту өте қиын. Сол 1979 жылы 25 желтоқсанда КСР саяси бюросы Ауғанстанға кеңес әскерлерімен кіргізуге қолданады. Алақандағыда көк аймақтар мен мүйдей сары қоңыр бошаған 60-тан шалынған бесіктегі баласына деген қалауының бірге өрімдей жас жігіттерді интернационалдық борышын өтеуге аттандырды. Ауғанстанның тағдырына 35 жыл толып отыр. Бұндай шарамыздың мақсаты еліміз үшін аянбай күресте жауынгерлерге құрмет көрсету. Отанда адал қызмет етіп, өз өмірден қиған сол батырлардың шексіз алғысымызды білдіреміз. 10 жылдық ойран тек жергілікті халықтың жүрегіне түскен қара дақ қана емес. Ол жат жерде бірнеше ірі әскери операцияларға қатысқан КСР әскерлерінің 18-інде от кешкен сарбаздардың да жан жарасы. Қаралы қасіретті ауған соғысының кеңестік идеологиялының құрметімен күн кешеге дейін әділетті соғыс тұрысында бағаны интернационалдық борышын деп түсіндіріп келеді. 1989 жылдың 15 ақпанда ауған соғысына қатысушы жауынгерлер отанға оралды. Содан бері бұл күн ауған соғысы аяқталған күн ретінде аталып келеді. Армысыңдар ауғандық жауынгерлер, жығындар жараланған жанын келіңдер, өлгендердің жанатта болсын жаны, тірілердің мың жаса дәуірлендер. Ерлік қылған аталар аспан асты ер үсті, біз сәндікке кимейміз деп шалбар менен бөрікті, отан ана алдындағы өтемін деп борышты, аттандыңдар, атқардыңдар соғысты. 1980 жылы кеңес әскерінің шектелуі континентінің бұл жылы 1484 адамның айырылды, оның 181-і Қазақстандық еді. Ақпанның аяғы Қабдулла үкіметке қарай жаппай қозғалыс өтті. КСР елшінің атқыланады, бірнеше кеңестік азаматтар қаза тапты. Бораған қорғасын оқпас көтертпей, шақырмыз ессіз-түссіз шарасында. Қоршаудамыз барады айдан асып, анталаған жаулармен тайталасып. Іздеп жатқан елде жоқ, артымыздан шер қайғынды енді кімге айталарсың. Енді жұрттың шыңдарына сырланған, қалдық сенің ұлы үмітпен нұрларман. Кімнен құнын сұраймын мен айтшы дос, жастығымның сол жылдарын ұрлаған. Таңғы дабыл, қанды шабуыл есімде, өмір үшін тартыстылар төсімде. Сағынышты сәлем хатқа сегізі, ақ сезімді сөнген оттай өшірген. Қазан Мәскеуде кеңес әскерінің ауғаннан шығару туралы келіссөз қабылданды. 1986 жылы Ауғанстанда кеңестік 1333 адам қаза тапты, оның 70-ші қазақстандық. Өзбекстан борыш қаптап қарыз қысқан, жоқшылықтың тозағында азап шеккен Ауғанстан. Өзені жазда кеуіп қалатұғын, өзегі тәулік бойы талатұғын. Болаттай тотқа төзеп отқа түсті, жолатпай ағылшынның алатуын. Қаршы жүзер өмірдің толқындарына, сендерсіңдер жау жүрек нар толғанына. Қыршын кетіп қаншама майдандастарым, айналдырар жан елдің жан құрбанына. Ауғандағы соғыстың куәгерлері, ерліктерін өлшеусіз мына әлемдегі. Ұлт намысын өлгенде биік ұстаған, қайсар елдің қаһарман қыран ерлері. Шын мәнінде оқиға басқаша болған. Соғыс бітсе де шекаралар мен негізгі құрамалар қалдырылған. Соңғы шығарушы қазақстандық офицер Виктор Коричев басқарған шекарашылар. Олар ешқандай сән салтанатсыз, құшаққа алған гүлдерсіз ауған жерінде соғыстың ақыры нүктесін қойды. Өкінішке орай бұны әркім біле бермейді. Ауғанстанның кеңес әскерлерінің шығармашылығына 35 жыл өтсе де
Сол кездегі жауынгерлер бүгінгі бейбіт өмірдің еңбеккерлері. Соғыш арасынан айға алмай келеді. Бүгін өзімізбен бірге елдің көкейсінен атсалысып жүрген ауғандық ардагерлер, жауынгерлердің қадірлеп, құрметтеу біздің борышымыз.